Алматы облысы Алакөл ауданы Теректі орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Оразымбетова Құралай Құсайынқызы. Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгін біз қазақ тілі сабағын өтеміз. Сабағымыздың тақырыбы үстеу. Сабағымыздың мақсаты тыңдалған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық және жабық сұрақтарға жауап беру. Сонымен балалар, үстеу іс-әрекеттің мезгілін, мекенін, сын қимылын білдіретін сөз табы. Үстеу қашан, қайда, қалай деген сұрақтарға жауап береді. Олай болса балалар, бірінші тапсырманы орындап көрейік. Сөйлемдерді оқып, қарамен жазылған сөздерге сұрақ қой. Жүрдек пойызбен Елордаға тез келдік. Қалай? Тез. Асан мен Айдын артта келе жатты. Қайда? Артта. Бүгін күні бойы жаңбыр толассыз жауды. Қашан? Бүгін. Енді балалар, екінші тапсырманы орындайық. Мәтінді мұқият тыңдаңдар. Қазақстан экономикалық кедергілерге қарамай, қиын да күрделі шешім қабылдады. 1997 жылы республиканың астанасы Ақмолаға көшірілді. Бұл шешім басқа елдерді де таңғалдырған еді. Аз ғана уақыттың ішінде бұрынғы провинциалдық қала адам танымастай өзгерді. Есілді бойлай президент сарайы, парламент ғимараты, хан шатыр, бейбітшілік пен келісім сарайы, алау мұз айдыны сарайы, көп қабатты тұрғын үйлер мен ғимараттар жаңаша бой көтерді. Қазақ хандығының негізін салушылар Керей мен Жәнібек хандардың, қазақтың 3 атақты биі Төле би, Қазбек би, Әйтеке бидің ескерткіштері халқын болашаққа бастағандай бейнеленген. Аспанға атылған ақ парыз мүсіні жас Қазақстанның 21 ғасырдағы жарқында бақытты болашағының символында елестейді. Астанамыз Нұр-Сұлтан қаласының болашағы әлі алда. Ол болашақтың қаласы. Мәтін бойынша келесі тапсырма. Мәтіндегі қарамен берілген сөздерге сұрақ қойып, үстеудің түрін анықтаңдар. Мәтінде берілген бірінші қарамен жазылған сөз аз ғана. Қанша? Мөлшер үстеу. Бұрынғы. Қашан? Мезгіл үстеу. Жаңаша. Қалай? Сын қимыл үстеу. Алда. Қайда? Мекен үстеу. Жарайсыңдар балалар. Балалар, енді үшінші тапсырманы орындайық. Берілген сөздерді кестеге дұрыс орналастыр. Былтыр, күндіз, төмен, кенеттен, алда, жорта, жоғары. Енді балалар, осы сөздерді сұрақтарына қарай кестеге орналастырамыз. Былтыр. Қашан? Мезгіл үстеу. Күндіз. Қашан? Мезгіл үстеу. Төмен. Қайда? Мекен істеу.
Кенеттен сын қимыл істеуі. Алда, қайда мекен істеу. Жорта, қалай қимыл істеуі. Қане балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Үстеудің сұрақтарын ата. Қашан, қайда, қалай. Әрең сөзі үстеудің қай түріне жатады? Сын қимыл. Түсте сөзі үстеудің қай түріне жатады? Мезгіл үстеу. Үйге тапсырма 106 бет 5 жаттығу. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар балалар.